Сәлем, 10 минутта тез дайындалатын торт дайындаймыз. Ол үшін керекті ингредиенттер видеода көрсетілген. Ең алдымен печеньеларды видеодағыдай ұсақтап аламыз. Кейіннен оған жуылған грек жаңғағын салып араластырамыз. Сосын сұйықтығын дайындаймыз. Ол үшін какао ұнтағын саламыз. Кейіннен қант, ванильді қант, суды қосып, жақсылап араластырамыз. Кейіннен оған сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған отта бір қайнатып аламыз. Печеньеларға аз-аздан сұйықтықтарымызды қосып тұрамыз. Шамамен осындай консистенция болады. Кейін оны формамызға салып, басып, холодильникке салып қоямыз. Оған дейін бетіндегі кремін дайындаймыз. Ол үшін сливкиді қызып тұрған отта бір қайнатып аламыз. Кейіннен оған шоколадтарды салып, жақсылап ерітіп, жақсылап араластырып аламыз. Холодильниктен тортымызды шығарып, бетіне кремін құямыз. Бетіне кремін құйып, холодильникке тағы да салып қоямыз. Холодильниктен шығарып, бетін грек жаңғағымен немесе жеміс-жидектермен әрлесе болады. Торт дайын. Торт өте дәмді шығады және тез жасалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Зухра Алдияр.